Ол айдаһарларда бәрібір бір күні берулеріне тура келеді. Естимісіңдер мені? Драго түк қоймай тартып алады. Қане майлайық. Сәлем стой. Қалайсың? Бүгін керемет күн. Сәлем қосылды. Керемет жарыс болды. Кешіріңіз ақ ханым. Еш хабар жоқ па? Дүниенің басқа бір шетіне ұшып кеткен шығар. Расымен сол балаға ауылды басқаруды тапсырғың келе ме? Әзірге өзің басқара тұрсаң қайтеді. Ел басқаруға дайын. Көресің әлі. Міне өзде келді. Бьорк аралының мақтанышы. Ақыры ақылға келген екенсің ғой. Өй, кешігіп қалдым. Әке, саған бір нәрсе айтам. Жауабыңды айтқанша асықсың ба? Сен ойлаған нәрсе емес, өте маңызды. Жарайсың. Бірінші сабақ. Көсем ең алдымен халқын ойлауы тиіс. 41-ші. Оңаша сөйлесек бола ма? Қара. Менің кезегім. Сөйлесуіміз керек. Сөйлесейік. Кешіріңіздер, кезегімді күні бойы күттім. Жарайды. Маған керегі үлкен жүк салғышы бар. Тікенекті биік ер-тоқым керек. Әлбетте, қазір жасап берем. Әке, бұл негіз ер-тоқым жасаудан әлдеқайда маңызды. Екінші сабақ. Халқыңа қызмет етуге келгенде ұсақ-түйек деген нәрсе болмайды. Кешір, Малжың. Әке, сөйлесуіміз керек. Малжың, тағы да көрік жайлы ұмытып кеттің. Малды. Малжың, сені басқа біреуге бере салуға тура келді. Қане, мұнаны ал. Рас айтам. Саған бір жер жайлы айтайын деп едім. Өтінем, тыңдашы енді. Тағы да ма? Айдаһарлар бар ма екен? Білмеймін, көп кідірген жоқпыз. Ондағылар бізге жылыға бақ танытпады. Қалай? Түнгі фурия мен ашулы жылан түтік оларды тәнт етпеді ме? Жоқ, керісінше болды. Бұл жолы ешкім қорқып үйлеріне тығылған жоқ. Ол адамдар аңшылар екен. Айдаһар аулаушылар. Қамалын көрсеңдер ғой. Мұз сүңгілері түсіп жермен жексен болған. Жан түршігерлік. Бұрын соңды ондайды көрмеппін. Ең сорақысы соның бәрін істеген біз деп ойлайды. Өстіп жүріп бір күні бастарың бәлеге қалмаса игеді. Жер кезгенді қойсаңдар шенді. Иә, көкезу дұрыс айтады балам. Одан да елде жүргенің жөн. Оған қоса сенің енді жауапты шаруаларың болады. Жақында хабарландыру жасаймыз. Олар айдаһарлар әскерін жинап жатыр. Нақты айтқанда, олардың басшылары екен. Драго Бладвист дейме, сондай біреу. Анығын білмеймін. Егер айдаһарынды тартып алмақ болса, оған көрсетем. Мен де. Неткен ақымақсың? Сүйкімді ақымақ. Иә. Бладвист? Драго Бладвист деді ме? Иә, тоқтай тұр. Оны танисыз ба? Барлық айдаһарларды жинаңдар. Не үшін? Қақпаларды жабыңдар. Дауылдан қорғайтын қақпаларды да жабыңдар. Қоя тұрыңыз. Не боп қалды? Болыңдар, көсемде естідіңдер ме? Менің рұқсатымсыз бірде-бір айдаһар, бірде-бір викинг аралдан аттап шықпасын. Осының бәрі жердің қиыр шетіндегі ескі танысыңызға бола ма сонда? Драго Бладвист нағыз қаны пезер адам, аяушылық дегенді білмейді. Егер айдаһарлар әскерін жасақтаса, бізге Құдай өзі жар болсын. Айдаһарларды қорғамаңдар. Құп бола тұстар. Жарайды, ендеше сол жерге барайық. Аңшылардың ізіне түсіп Драгоға барамыз да сөйлесіп ойынан айнытамыз. Жоқ, аралдың қорғанысын күшейтеміз. Бейбітшілікті сақтап қалу керек. Бейбітшілік болмайды, икенік. Халықты соғысқа дайындау керек. Соғысқа ма? Әке, егер Драго айдаһарларды тартып алуға келетін болса, қол қусырып күтіп отырғанымыз жарамас. Тауып алайық та ойын өзгертейік, өтінем. Кей адамның ойын өзгерту мүмкін емес, икенік. Бьорк аралын қорғауды ойлаған жөн. Көсем халқын қорғайды.